Сәлем достар, бүгін мен 2011 жылғы шыққан ұйқыдағы сұлу атты ерекше кино жайлы айтатын боламын. Люси есімді студент қыз докторға қаралуға келеді. Содан кейін ол колледжге сабағына кетеді. Кешке ол даяршы болып жұмыс жасайды, ал түнде барда отырады. Кенеттен оның қасына бір қыз келіп, рұқсат етілмеген нәрсені ұсынады. Оған келіскен Люси онымен бірге әжетханаға барып, соны қабылдайды. Кейін әлгі қыз Люсиді өздерінің үстел басына шақырып алады. Сол жерде отырған жігіттер ұятсыз нәрсеге ымдайды. Үйіне оралған Люсиге оған көршісі пәтер ақысын төлеу керек деп ескертеді. Және жуынатын бөлмені тазала дейді, себебі оның кезегі еді. Осы істер Люсидің қатты жүйкесіне тиетін. Осыдан кейін ол өзінің досы Бердманға барады. Бердман оны жағажайда қалай сүйгісі келгенін айтады. Бірақ оған батылы жетпеген еді. Келесі күні қалалық телефоннан Люси студенттерге жұмыс іздеп қоңырау шалып бастайды. Телефоннан жауап берген адам қандайсың деп, фигураң қандай деп сұрайды. Кездесуді ұйымдастырады. Люси мекенжаймен келгенде оны Клара есімді жылы қабақты әйел қарсы алады. Оның айтуынша жұмыс барысы бай қонақтарға қызмет ететін жұмыс түрі дейді. Оларға ешқандай келісім шартсыз болатынын айтады. Содан кейін Люсиге шешін деп өзінің әріптесі Томасты шақырып, бастан аяқ тексереді де жұмысқа қабылдайды. Клара Люсиге жұмыс барысында тыйым салынған темекі, ішімдік секілді нәрселерді қолдануға болмайтындығын, оған сағатына $250 төлейтіндігін және Клара Люсиді жұмыс барысында Сара деп атайтынын ескертеді. Люси жұмысқа кірмес бұрын оның дене келбетін ретке келтіреді және бойындағы түктерді депиляциямен жұлып алып тастайды. Люси жұмыстарынан босағаннан кейін Бердманның үйіне азық-түлік алып келеді. Бердман оған ересектерге арналған киноны бірге қарайық дейді. Люси одан бас тартады. Люсидің алғашқы жұмыс күнінде Томас оны байлар тұратын сарайға жеткізіп тастайды. Люси үйге кірген сәтте оны София есімді ару қарсы алып, Люсидің киімдерін шешіп, жалаңаш күйде асханаға алып келеді. Люсиді жалаңаш даяршылардың қасына қосады. Олардың міндеті бірнеше бай адамдарға қызмет көрсету болатын. Бай адамдардың ішінде бірнеше ер кісі және жалғыз ханым болды. Бір кезде сол ханым Люсидің қолындағы ыдыс аяғымен бірге итеріп жібереді. Люси болса жерге құлап, қолындағы ыдысты сындырып алады. Оны сол жердегі бір бай кісі байқап тұрғызып алып, бәрі жақсы, ештеңе етпейді деп шығарып салады. Жұмыстан соң Люси конвертке салынған ақшасын алады. Үйіне келсе оған көршісі шағымданып хат қалдырған болатын. Люси оны ашуға бұлып тұрып, жыртып тастайды. Және өзіне тыйым салынған зиян темекіні шегеді. Люси темекі шегіп отырып, өзінің тапқан ақшасын рахаттана өртейді. Ол ертеңгі күні офиста жұмыста шаршаңқы күйде жерде жатады. Кейіннен барып өзінің жұмысына кіріседі. Әдеттегідей София Люсидің коттеджде қарсы алады. Оны жуыну бөлмесіне апарып ретке келтіреді. Люси осы жұмыстан соң барға келеді. Люсиге барда бір жігіт қасына келеді. Люси оған қатынас болуды ұсынады. Таңертең Люси Бердманның үйіне келеді және Бердманға кофе алып келуін өтінеді. Бір сәтте Люси Бердманға сен маған үйленесің бе деп сұрайды. Бердман болса, я саған үйленемін деп жауап береді. Бірақ Люси оған ақша тапқаннан кейін мен детоксикация процедурасынан өтемін және содан кейін үйленеміз деп сөз береді. Бердман оның сөзіне сенімсіз болатын. Сосын екеуі бір-бірін құшақтап кино қарап отырады. Люси кино қарап отырған сәтте оның көзіне еріксіз жас келіп, жылап алады. Люси колледжге сабақта болатын. Томас оны қала шетіндегі керемет зәулім коттеджге алып келеді. Люси коттедждің қасында қызды бір еркек машинаға салып алып бара жатқанын байқап қалады. Коттеджде Клара Люсиге алдымен суға түсіп ал деп бұйрық береді. Содан соң Клара оған тез ұйықтауға көмектесетін қоспаны шайға салып береді. Люси Клараға бірнеше сағат диванда ұйықтау қажетсің деп ескертеді. Келесі кадрде Люсидің екі адамға арналған диванда ұйықтап жатқанын байқаймыз. Клара бөлмеге клиентті алып келеді. Клара клиентке қызды оятып алмауын ескертеді. Клиент шешініп Люсидің қасына келіп жатады. Жұмыстан соң Клара Люсиді машинаға отырғызып үйіне жібереді. Клара Томасқа Люсидің клиенттерінің көзінше ұятқа қалдырмағанын айтады. Люси үйіне келген сәтте оған көрші шағымданып тағы да хат қалдырған болатын. Және көршілері оған 2 аптадан кейін сол үйді босататынын ескертеді. Люси өзіне жаңадан пәтер іздейді. Люси қаланың қақ ортасынан тамаша пәтер жалдайды. Люси офиста жүргенде Томасқа жұмыс бойынша хабарласады. Томас Люсиді коттеджге жеткізеді.
Люси әдеттегідей ұйқыда жатады. Клара кезекті клиентті алып келіп, оған ережені түсіндіріп, бөлмеден шығып кетеді. Клиент басында өзін жақсы көрсеткенімен, біраздан кейін Люсидің мойнына темекінің шоғын басып, бетін жалап, бетіне сілекейін ағызып кетеді. Үйіне қайтып бара жатқанда Люси мойнынан күйікті байқайды. Люси колледжде сабақта отырады. Оған кенеттен досы Бердман хабарласады. Бердман болса ауыр халде төсек татып жатырған еді. Бердман оған көйлегін шешуін өтінеді. Люси көйлегін шешіп Бердманның қасына жатады. Люси кейіннен төсекте жатып жылап жібереді. Люси кезекті даяшы жұмысындағы ауысымнан шығып, сауық кешке барады. Сауық кеште досы Обертонды көріп қалады. Ол Обертонға менімен үйленуге қалай қарайсың дейді. Обертон оған келіспейтінін айтады. Клара кезекті клиентін Люсиге әкеледі. Әдеттегідей клиентке ережесін таныстырады. Клиентті Люсидің көрпесін ашып жіберіп, оны көтеремін деп құлатып алады. Қызды қайта орнына қоямын деп тағы көтеріп белін ауыртып алады. Себебі оның қатайғандықтан күші болмайды. Келесі күні Люсиді офистағы жұмыстан шығарып жібереді. Люси тұрмыстық техникалар сататын дүкенге келіп, және ол дүкеннен жасырын камера сатып алады. Люси кешкісін автобусқа ұйықтап жатқан Тәтенің қасына отырады, және оған саусағымен түртіп көреді. Люси даяшы болып жүргенде оның әріптесі оны кешкі сауық кешке шақырып, Люсиге мас қылатын қоспаны сусынға құйып береді. Кешкісін Люси мен әріптесі екеуі бірге бассейнде көңіл көтеріп шомылады. Ертеңгісі күні Люси мен әріптесі бір төсекте жатады. Томас Люсиге тез шық деп хабарласып, оған клиент келгенін хабарлайды. Люси болса үйіне асығып шығып кетеді. Жолда Люсидің жүрегі айнып, өзін біртүрлі ұстайды. Жүргізушіге көлікті тоқтатуын сұрап, жолда құсып алады. Люси мен Томас әдеттен бұрын кешігіп келеді. Клара әдеттегідей Люсиге тез ұйықтататын қоспаны шайына қосып береді. Люси Клараға ол ұйықтап жатқанда клиенттер оған не істейтінін сұрайды, бірақ Клара оған жауап беруден бас тартады. Себебі ол клиенттердің алдында тәуекел жасай алмайтынын ескертті. Сол сәтте Люси бөлмеге жасырын камераны орнатады. Ол Люсиге алғашқы клиенті келген болатын. Клара клиенттің өтініші бойынша клиентке тез ұйықтататын қоспаны шайына қосып беріп, қайырлы түн тілейді. Ертеңгісі күні Клара клиентті оятуға келгенде, клиент ұйқыдан оянбайды. Клара оның тамыр соғысын тексеріп қараса, тез ұйықтататын дәрінің әсерінен қайтыс болғанын біледі. Клара Люсиді де оятады. Люси де оянбаған соң оны айқалап жұлқи бастайды. Люси ұйқысынан шошып оянады, және қасындағы клиенттің өлгенін естіп, қорыққаннан жылап жібереді. Келесі жасырын камераны қарайтын болсақ, Люси мен клиент еш қозғалыссыз тыныш ұйықтап жатады. Осымен ұйқыдағы сұлу кино аяқталады. Сіздермен бірге болған Казкино каналына жазылыңыздар, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.